Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерде біздің сайтпен қалай жұмыс жасау керектігін көрсетеміз. Ол үшін Chrome браузерді ашасыздар да сайт деретін жеріне 234 кезет деп жазасыздар. Сайт осылай ашылады. Сайтты түсіндіре кетейін. Бұл 234 кезет сайтының басты мақсаты жаңағы Қазақстандағы жоғары пайыздармен, жаңағы жоғары бағалармен күресу біздің мақсат. Одан кейін ең нөмірі бірінші арманымыз, тілегіміз қазақ тілді ең үлкен интернет дүкен қалыптастыру. Сайт көп бөліктен тұрады. Бірінші сіздер мына жердегі суретті үнемі қадағалап жүрсеңіздер болады. Мына жылжымалы сурет. Басты артықшылықтар осы жерге жазамыз біз. Мысалға мына жерге мотоциклдің қосалқы бөлшектерін көру үшін мына қосалқы бөлшек араластырған мотоциклдің төбесін басып жіберсеңіз болды. Міне тек қана мотоциклдің қосалқы бөлшектерін көруге болады. Ал енді мына жақтағы мына іздеу батырмасын бассаңыз санаттарға кіруге болады. Ал мына жағындағы үш сызықшаны бассаңыз да соған кіруге болады. Мына жерде әр тақырыптарда мысалы қанша тауар тұрғаны көрсетіліп тұрады. Мысалы мотоцикл деген тетікке кірсеңіз, міне мына жерде тек қана таза мотоциклдер ғана шығады, жаңа қосалқы бөлшектер араласпайды. Одан кейін біз мына білім саласына да қатты көңіл бөліп жатырмыз. IT саласы осы жерде де үлкен жаңалықтар болады. Бұл ауқымды жоба ретінде жүріледі. Қазіргі таңда орыс тілі, ағылшын тілі дыбысты оқулықтар бар. Мысалы тіл үйренуге барлық жағдай жасалған. Сонымен жаңа мал шаруашылықты цифрландыру саласы, IT технологиясы мен ұры қарыдан сақтану және қауіпсіздік қызметтері сияқты мүмкіншіліктер қарастырылған. Сонымен қоса халыққа 0%-бен, яғни халыққа тиімді кредит жобасы да қарастырылған. 0%-бен үй алуға болады, көлік алуға болады. Бұны жаңағы Аманат Драйв деген халықтың арасынан шыққан мықты ұжыммен жұмыс жасап отырмыз. Тікелей біздің сайт арқылы өтінім жасауға болады. Ал енді тауарды қалай сатып алу керектігі жайлы айтайын. Мына жерде мына тауардың үстін басасыз. Міне бұл тауар жайлы ақпарат сізге түсініксіз болса, мына жерде телефон нөмір тұр, мысалы аяғы 0951. Төбесін бассаңыз, міне теріп жүру керек емес. Бірден қоңырау шалуға болады. Міне төбесін басасыз, бірден қоңырау шалуға болады. Қазақша мәліметтер қарастырылған, жазылған. Міне мотоциклге арналған мотор мен түтін шығару моржаның арасына келетін қосалқы бөлшек. Кейбір түсініксіз нәрселерге осылай жазып кетеміз. Ал түсінікті нәрселерге ол жазып отыру, характер жазып отыру енді адамның уақытын алады. Екіншіден енді айпарада ашық нәрсені түсіндірудің қажеті жоқ деп ойлаймыз. Өйткені мен ұжым болып жұмыс жасап отқан жоқпын. Осы сайтты жалғыз өзім жасап, жалғыз өзім жүргізіп жатырмын. Көп жағынан күш-қуат жеткіліксіз болып қалады. Уақыт керек оның бәріне. Түсіне жатасыздар. Енді міне тауар осылай ашылады. Тікелей Каспи арқылы төлем жасауға болады. Сайттағы соманы көріп алыңыз. 100 теңге деп тұр. 100 теңгені көресіз. Содан кейін мына тақырыпты бізге көшіру керек. Міне тақырыпты қоршап көшіресіз. Сосын кейін астына барасыз да міне Каспи арқылы тікелей төлем жасауға болады. Міне 234 кезет деп шықты. Бағасы 100 теңге тұрады. Мына жерге жаңағы көшіріп алған мәтін тастаймын. Сіз қандай не аласыз? Міне жалғастыруды басамыз. Төлеуді басамыз. Міне төленді. Бұл біздің жаңағы
Каспий пайга кеп түсөт. Ким төлем жасады, не зат алмакчы, сиз менен кири байланыса аламыз. Яғни біз тіркелген ұйымбыз, өкіметке салық төлейтін, 100% сенім артуға болатын ұйым. Құдай сақтасын, біз алдамшылық жасайтын болсақ, мысалы, біз көптеген жаңағы тиімділіктен айырыламыз. Жаңа тіркеліп жұмыс жасау, ИП-міз бар, тоғыларымыз бар, тіркеліп отқан. Солардың бәрі, мысалы, біз алдамшылық жасайтын болсақ, алаяқтық жасайтын болсақ, біздің өзіміздің жолымызға тұсау. Ондай нәрсе ешқашан жасамаймыз біз. Ондай ниеттегі адамдар болатын болсақ, біз қазақ тілі жайлы, қазақ ұлты жайлы, қазақ мемлекет жайлы ешқашан ойланбаймыз. Мына жерде, мына әлеуметтік желіде бізбен бірге болыңыз деген төбесін бассаңыз, біз туралы жайлы айтылады міне. Мына түрлі әлеуметтік желі төбесін басу арқылы бізбен әлеуметтік желіде де бірге болуға болады. Ал енді мына жерде сіз көп мөлшерде керек болып, не болмаса Алматыдан алғыңыз келсе, офлайн дүкенге де келуге болады. Ол үшін мына картаның төбесін басып қаламыз. Біздің қайда екенімізді тауып береді карта. Бағыттар дегенді басасыз, тікелей кеп алып кетуге болады міне. 234 кезет мотоцикл деп көрінеді кәдімгі. Яғни біз тек қана сайт болып қана тіркеліп қойғамыз жоқ. Бұл жерде біз немен де жұмыс жасап отырмыз. Гогелдермен барлығымен жұмыс жасап отырмыз. Не жерде мотоцикл деп терсеңіздер де шығады. Ең жақсы 234 деп теріңіздер. Міне біз туралы ақпарат Google картасынан да шығады. 24 сағат жұмыс жасаймыз. Кез келген уақытта мазалауларыңызға болады. Сізге біз ренжімейміз ол үшін. Ол біздің міндетіміз. 24 сағат ішінде қоңырау шалуларыңызға болады. Кез келген уақытта сіздермен жұмыс жасауға біз әрқашан дайынбыз. Барлығы қазақ тілінде. Ал енді мына тетікті басу арқылы WhatsApp-тан тікелей сұрағыңызды қоюға болады. Осы араны түртіңіз деген төбесін басып қалсаңыз, тікелей міне WhatsApp-та жазасыз. WhatsApp-та жазуға болады бізге. Міне мотоциклдер, қосалқы бөлшектер бәрі бар. Қазіргі біздің басты айналысып отқан бизнес мотоцикл. Балалар ойыншықтары да ақыры қосылып келе жатыр. Міне балалары великтері, балалар мотоциклдері. Төлем жасау, жаңағы Каспиймен жұмыс жасау тетігі бәрі оқсас. Мына Каспийдің төбесін басасыз, өзіңізге тиісті тауардың атын енгізесіз, сомасын жазасыз, адресіңізді жазып, телефон нөміріңізді жазып, әуре болудың еш қажеті жоқ. Осы басқышты орындасаңыз болды. Сосын біз сізге кері байланысқа шығамыз. Не болмаса осы жерден WhatsApp мынаны түртесіз дағы жаңа Каспийдің шегін жіберсеңіз, сіздің қандай тауарға заказ бергеніңіз бізге түсінікті болады. Сайтты пайдалану әдістемесі осылай. Жаңа мотоциклдерді кредитке алу, екінші деңгейлі банктермен кредитке алу жолы мына жерде қарастырылған. Бөліп төлеу кредиттің сомасы. Осы жерден көре аласыз. Ал енді басқалай өзіңізге үй, көлікке тиімді кредит керек болатын болса, мына халыққа тиімді кредит деген тетікті басасыз. Білім керек болатын болса, мына білім саласы дегенді басасыздар. Жалпы біз тек қана қазақ тілді сайт жасап отқанымыз жоқ, сонымен қазақ тілді атау терминдерді қалыптастыру үшін, мысалы әмбебап, дабл деп мына даблдың тұңғыш қазақшаларын тауып отырмыз. Өсте қазақша қалыптасады, ортақ терминдер болады бізде. Сол үшін де жұмыстар жүріліп жатыр. Мотоциклдің қосалқы бөлшектерін бұл күнде толыққанды қазақшаластырып жатырмыз. Әрқашан бізбен бірге болыңыздар, қолдаңыздар.
жерде курьер қызметі де бар. Алматы қаласы бойынша тиімді бағада курьер қызметін пайдалануға болады. Қала ішінде жеткізу қызметі. Сіздерде де мықты жаңалықтар болса, сіздерде де бізбен бірігіп жұмыс жасау ой болса, біздің есік әрқашан дайын. Көп шаршағандікі болар. Сайттың техникасымен көп жағаласам, тілім күрмеліп қалып жатыр. Жалпы сақау емеспін, тілімде мүкіс жоқ. Енді бұл 2017-тен бері қарай жасап келе жатқан жұмысым. Содан бері жұмыс міне 95% аяқталды. Енді мобилді қосымшаларын жасаймын. Көп күш-жігер керек. Көп кемшіліктер де бар, жалғыз адамның жасап отқан жұмысы болғандықтан. Сыни пікірлеріңіз болса жазыңыздар. Әрқашан мен өзгертуге дайынмын, мен халықпен санасамын. Менің жұмысым тек қана халықпен жұмыс болады. Халқым болмаса, қолдау болмаса, менің жұмысым ол айдалада бір көміліп жатқан таспен тең. Жалпы сайттың пайдалану әдістемесі осылай. Енді ары қарай өздеріңіз бағасын бере жатасыздар.